Абылай ханның 300 жылдығына 300 шақырым елордада қазақ елі монументінен бастау алып, Көкшетау қаласындағы Абылай хан алаңына дейін жалғасатын марафон басталды. 15 адам қатысатын жаппай жүгіру эстафета түрінде өтеді. Әр 5 шақырымнан кейін қатысушылар бір-бірін алмастырып отырады. Марафоншыларымыз ертең таңертең еліміздің көк байрағын салтанатты шаралар өтетін Көкшетаудың бас алаңына жеткізбек. Мақсатымыз Абылай хан атамыздың туған жерінде Астанадан қазақ елі монументінен көк байрағымызды желбіретіп, сол үлкен митингке жету. Енді арқы түпкі мақсатымыз бұл өзіміздің жастарымызды патриоттық сезімін оятып, мынау сананы ұлттық мүддеге бұру. Бұл тарихи тұлғаларымызды атап өту. Абылай хан қазақ тарихында өте қоғам қайраткері ретінде талай тарихи үлгі қалдырды. Ол мысалы бірінші марафоншы десе де болады. Өйткені тарихта адамдар көп біле білмейді. Төле би бабамыз қайтыс болғанда Көкшетаудан Түркістанға дейін 3 күнде атпен шауып барған. Міне соны нағыз марафоншы десе болады. Біз бүгін ауа райының қолайсыздығына қарамай Астанадан Көкшетауға дейін жүгіріп дейміз. Бұл бабамыздың аруағы қолдайды деп ойлаймын.